Шашты жайып жүруге болмайтынын бәріміз жақсы білеміз, сонда да жаямыз. Неге? Бір ғана себебі бар, ол сән. Жайылған шаш ажарын ашып, өзін әдемі етіп көрсетеді. Бұл бүгінгі қара көздеріміздің түсінігі. Бірақ шашын жайып жүрген қыздарды көрген апаларымыз суық қарайды. Жарайды, олар көненің көзі, ескінің адамы. Бірақ жаныңызда жүрген жігіттер де сіздің шашыңызды жайып жүргеніңізді қош көрмейді. Өйткені шашын жайған қыздың тәрбиесінде ақсақтық бар екенін ұғынады. Ешқашан ешкімнің әкесі қызының шаш жайып жүруіне рұқсатын бермейді. Бірақ қарсылыққа қарамай, тәртіпке бағынбайтындардан бойын аулақ ұстайтын жігіттер тап сіздің жаныңызда жүр. Осындай жағымсыз көрініске сіз де біз де күнде куә болып жүрміз. Бірақ бүгінгі қоғамдық көліктегі мына оқиға маған ой салды. Маған ғана емес, сондағы біраз қыздарымыздың санасына сіңсе деген үміт бар. Таңғы 8-де қоғамдық көліктің ішінің қаншалықты кең екенін қоғамдық көлікпен жүретіндер жақсы біледі. Орындықта отырған апай жанындағы қызға бір емес,